Мына қызықты қараңыздар, құрметті оқырмандар. Сергек камера жүйелері бойынша Алматы қаласы бойынша ереже бұзушылықтар анықталады және жүргізушілерге айыппұл салынады. Сол айыппұл бюджетке құйылады. Енді мына Тенгриньюз ақпараты бойынша 2023 жылы, яғни бір ғана жылда, бір ғана қалада, Алматы қаласында 1.847.000 ереже бұзушылық анықталып, және осы ереже бұзушылық арқылы бюджетке 12.878.922.000 теңге түскен. Сонда қарап отырыңыздар, бір жүргізуші бұл жерде бірнеше рет бұзуы мүмкін, немесе көп жүргізушілер бұзуы мүмкін. Енді әр кезде әрқалай. Бірақ ереже бұзушылықтар қандай екенін айтып өтейін. Ереже бұзушылықтар қиын бір ереже емес бұл жерде. Бұл жерде ереже бұзушылықтар анықталған сергек бойынша жылдамдықты асыру, яғни жылдамдықты белгіленген, рұқсат етілген жылдамдықтан асыру, және аялдау, тоқтау, сондай жерлерге болмайтын жерге тоқтап тұрған, осы аялдау, тоқтау ережелерін бұзған, бағдаршамның тыйым салу сигналына өтіп кеткен, сплошной линияларды кесіп өтіп кеткен, міне осындай ережелерді бұзған. Сонда қарап отырсаңыздар, бұл қиын ба? Қиын емес, қарапайым ережелер. Жылдамдықты асыруға болмайды емес, жылдамдықты асырмай жүруге болады. Одан кейін бағдаршамның рұқсат ету сигналына ғана жүріп, тыйым салатын сигналында бағдаршамға өтіп кету, ол қауіпті. Штраф салудан бұрын ол қауіпті, оны барлық жүргізуші біледі. Бірақ соның өзінде бұзып тұр, қараңыздар. Және тоқтауға болмайтын жерде тоқтап тұрған адамдар бар екен. Енді құрметті оқырмандар, мына айтып отқан ережелер бұл қиын ереже емес. Сіз сақтап жүрсеңіз, оны айыппұл алмай, мүлдем айыппұл алмай, жүргізуші куәлігін алғаннан бері әлі күнге дейін мүлдем ешқандай айыппұлға кенелмей жүрген адамдар да бар. Мен сіздерді ереже бұзбай, кәдімгі білікті жүргізуші болып, ережені сақтап жүруге шақырамын. Енді қараңыз, айыппұлды сізге салған кезде сіз біліңіз, бір рет төледім ғой, ладым деп жүрмеңіз. Себебі бір жыл ішінде сіз тағы да сол жаңағы бір рет төлеген айыппұлыңыз бойынша ереже бұзсаңыз, сол ереже бұзушылық сізде бір жыл қайталанса, бір жыл ішінде, онда сіздің жаңағы айыппұлыңыз 2 есеге, 3 есеге көбейіп кетуі мүмкін. Мысалға айтып өтетін болсақ, сіз егер жылдамдықты рұқсат етілгеннен асыратын болсаңыз, онда міне мына кітапта мен қазір оқып берейін сіздерге. Анық мен жазып қойғанмын. Мысалы, белгіленген жүру жылдамдығын сағатына 10-нан 20 км-ге дейін сіз арттыратын болсаңыз, онда сізге 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерде айыппұл салуға әкеледі. Яғни ол қанша теңге? Бұл жерде 18.460 теңге сізге айыппұл салынады. Енді қараңыз. Одан кейін келесісі уже, мысалы сіз осы жылдамдықты сағатына 20-40 км-ге асыратын болсаңыз, рұқсат етілген жылдамдықтан үстіне, ол кезде сізге 10 айлық есептік көрсеткіш, яғни 36.920 теңге бірден салынады. Түсіндіңіз ба? Айыппұл әр не сайын күшейе береді. Сіздің ереже бұзушылығыңыз күшейген сайын ол күшейе береді. Сондықтан да, және айыппұл, мен сіздерге айта кетейін, әр жыл сайын ол өсе береді. Мына айлық есептік көрсеткіш бізде жыл сайын өседі, айыппұл да өсе береді. Сондықтан мына ереже кітапты алып, қазақша өздеріңіз осы ережені түсініп алып, жолда сауатты, білікті жүргізуші болып жүріңіздер. Мына жүргізушілердің барлығы жолда жүрген кезде ең бастысы ережені біліп жүру керек. Біліп бұзғаны ештеңе емес, енді бір рет байқамай қалып бұзуы мүмкін, бірақ білмей әр жерге барып, ана жерде басқа ереже, мына жерде басқа ереже бұзған, ол әрине қауіпті өзіне. Құрметті оқырмандар, мына сергек камералары көбеймесе, енді азаймайтыны ол анық. Сіз жол ережесін біліп жүру үшін мына кітап қазақша сізге Қазақстан бойынша жеткізіп бере аламыз. Сондықтан бізге тапсырыс беріп, мына төмендегі номерге жазып, тапсырыс беріп, осы кітапты алыңыздар.